Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін осындай керемет тез дайын болатын жент әзірлейтін боламыз. Бұл женттің рецептісін сіздер жасап, ары қарай сатып, осыны кәсіпке айналдырсаңыздар да болады. Сондықтан жасап көріңіздер, қол жетімді заттардан жасаймыз. Біздің бүгін жасайтынымыз ол бидай талқаннан жасалады. Бидай талқын барлық өңірде бар деп ойлаймын. Ал менде бұл жерде жарты килограмм талқан, бидай талқаны. Осыған енді шекерімізді саламыз. Екеуін кішкене қолымызбен осылай араластырып жіберсек болады. Сонан соң бізге дәмін келтіру үшін бір ас қасық осындай пал қоссақ болады. Кішкене ғана. Және бір кесе осындай шай кесеменен сгущенка, одан кейін барып сары майымызды құямыз. Сары майымызды ерітіп, барлығын бірде құйып жібермейміз. Кішкене көруіміз керек, бізге талқан қалай алады өзіне, қалай тартады, соған байланысты майымызды бөліп құямыз ішіне. Осылай араластырамыз. Сары майды қатты ертіп жібермейміз. Кішкене ар жағында бір ермей қалғаны болады ғой, бір сондай болған жата ала берсеңіздер де болады. Тым қатты еріп кеткен керек емес. Енді мінекей барлығын құйдым мен, ровно өзіне керегін алды. Енді ары қарай қолменен араластырамыз жақсылап. Біз араластырған кезде қолымызға жабысатындай, яғни біз жұмбаздаған кезде домалақ формасын ұстайтындай болуы қажет. Дәл осылай жасайсыздар. Не шашырап кетіп, майы аз болып жабыспай тұрса, онда кішкене тағы да май құясыздар. Ал егерде қолдарыңызға жабысып, әдемі формаға келіп тұрса, онда ол болады деген сөз. Мінекей, менде көріп тұрғандарыңыздай қатты алақанға қысқан кезде осындай өз формасын ұстап тұр. Енді мінекей формамызға, силиконовый формаларға салып шығамыз. Қатты нығыздап үстінен басамыз. Кез келген силиконовый бола береді. Тек силиконовый форма болса болғаны. Себебі бізде тез алынады және әдемі фигурасы шығады бұл жерде. Мен мына жерде жапырақтан, гүлден жасап жатырмын. Дәл осылай сіздерде жасап шықсаңыздар болады. Мен осы жерде барлығын әртүрлі силикондарға салдым, неше түрлі формаға. Болмаса бір түрінен ғана салуға да болады. Тек салған кезде қатты нығыздап, арасының барлығына кіретіндей етіп салу керек. Енді тоңазытқышқа, морозильникке жібереміз. 2 сағатқа міндетті түрде морозильникке салып, мұздатып алмасақ, бізде еріп, қазір шоколадпен араласып кетуі мүмкін. Мен осындай шоколад пайдаланамын. Пакнардың осындай глазур шоколадтары өзінің түсімен болады. Розовый, жасыл түстермен дайын, ешқандай бояу қосудың қажеті жоқ. Дайын шоколадтар. Мінекей ерітіп алып келдім водяной баняда. Енді жай ғана формадан біз жаңағы женттерімізді осылай шешіп аламыз. Біртіндеп қатты шешуге болмайды, сынып қалуы да мүмкінді. Сондықтан жай ғана аламыз формадан. Мінекей осылай енді зубочисткеге тығып аламыз. Жентімізге сөйтіп барып шоколадқа осылай батырып, артық шоколадтарды қайтадан ыдысымызға ағызып, өзімізге керегі болғаннан кейін қалғанын осылай алып тастаймыз. Дәл осылай барлығына шпажканы кішкене ұшын тығып батырып аламыз да, содан кейін барып шоколадқа саламыз. Сол кезде сіздерге алу да, қайтадан оны басқа жаққа қою да оңайырақ болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай мінекей. Тағы да осылай шпажканы салып алдым және ары қарай өз орнына қойдым. Дәл осылай жасап шығамыз барлығын. Мен мына жерде зубочисткамен көрсеткем. Егерде сіздерде қалыңдау торттың шпажкалары болса, оны мен де жасауға болады. Ол тіптен ыңғайлы болады. Тек кішкене ағаш ұшы шамалы кіруі қиындау болмаса, сіздерге алғанға ол өте ыңғайлы болады. Қазір сіздерге шпажкамен де жасап қазір көрсетемін. Мінекей енді жасыл түсінен жасап жатырмын. Бұл да дәл жаңағыдай глазур шоколады. Осылай салып жіберіп, мінекей шпажканың көмегіменен осылай жағын барлығына жағызып, жай ғана алып келесі подносқа қоямыз. Барлығын осылай кезегінше жасап шығамыз. Бізге бұл шоколад біразына жетеді.
Дәл осылай шоколадтарыңызды дайындап болған соң, сіздер оформлениесіне өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Бетіне посыпкілер тепсеңіздер болады, болмаса шоколадпен тағы бір узурлар салсаңыздар болады. Енді оның барлығын өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты жасай бересіздер. Қалай ыңғайлы солай жасасаңыздар болады. Дәл қазіргі уақытта осы шоколадты жентер хит, қазір трендте. Сондықтан осылай жасасаңыздар дастархандарыңыздың көркін ашатыны анық. Ас болсын қыздар.